Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 80 жастағы енемнің баяғыдан келе жатқан өте дәмді тағамымен бөлісетін боламын. Бұл кісі жасы 80-ге таяп қалса да тамақты өте дәмді пісіреді. Мен әрдайым осы енемнің рецептімен жасаймын. Өте дәмді, енді керемет болып шығады. Сол себепті де сіздерде осы менің енемнің рецептімен жасап көріңіздер. Мен гарнирге пюре қолданатын боламын. Сіздер өздеріңізге қандай гарнир ұнайды, соны қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен бізге ет керек болады. Сүйексіз осындай кесек еттер. Менде бұл жерде шамамен 700 граммдай ет. Мен 4-5 порцияға арналған тамақ жасайтын боламын. Егер отбасыларыңызда адам көп болса, порциясын көбейтіп жасай беріңіздер. Енді етімізді осындай үлкен-үлкен 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Енді қызып тұрған табамызға шамамен 60-70 мл сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қатты қызыған кезде етімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Етті салғаннан кейін бірден араластырмаңыздар. Бірден араластырсаңыздар еттің суы шығып кетеді. Сол себепті бірінші асты қызарғаннан кейін барып араластырсаңыздар, екі жағы қызарып пісетін болады. Енді бізге керекті көкөністер сәбіз, пияз, сарымсақ, қара бұрыш, тұз, қант және томат пастасы керек болады. Ең алдымен пиязымыз бен сарымсағымызды осындай ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Сарымсақ пиязымызды турағанша етіміздің бір жағы қызарып пісті. Енді жақсылап араластырамыз. Екінші жағы қызарып піскенше тағы да 5-6 минуттай қуырамыз. Барлық мөлшерлерін видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді етіміз қуырылғанша сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Немесе ұсақтап өздеріңіз қолмен турасаңыздар да болады. Етіміз 5-6 минут қуырылғаннан кейін міне осылай суы шығады. Енді сарымсағымыз бен пиязымызды салып, жақсылап 5 минуттай қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін бетін жауып, 20-25 минутта бұқтырамыз. Сонда етіміз әдемі дәм береді және де жұмсақ болып пісу үшін осы пиязы пен жарты сағаттай орташа отта бұқтырып аламыз. Етімізді 20-25 минуттай бұқтырдық. Енді осы етіміздің үстіне жаңағы теркадан өткізіп алған сәбізімізді осыған қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы да 5-10 минуттай бұқтырып аламыз. Сәбізімізде 10 минуттай бұқтырып алдық. Енді осының үстіне жарты шай қасық қант, 2 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 2-3 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минуттай бұқтырамыз. Тұзын өздеріңіз артынан су құйғаннан кейін көрсеңіздер болады. Егер тұзы татымаса, тағы да өздеріңіз тұз қосып жіберіңіздер. Бетін жауып 10 минуттай бұқтырамыз. 10 минут өткеннен кейін жақсылап бір араластырып алғаннан кейін үстіне қайнақ су құямыз. Суық су емес, қайнақ су құйыңыздар. Қайнап тұрған суды етіміздің бетінен сәл ғана асырып құямыз. Одан кейін бетін жауып, оттың астын басып, 1 сағаттай бұқтырамыз. Енді етіміз піскенше осы тағамға қосатын 3 ас қасық тағы да ұн керек болады. Осындай құрғақ ыдысқа салып, ұнымызды жақсылап қуырып аламыз. Сап-сары түс болғанша қуырамыз. Ұнды қуырмай салса да болады дейді енем, бірақ ұнды қуырып салсаңыздар кішкене дәмі басқаша, дәмдірек болады. Осылай басқа ыдысқа салып алып, үстінен 100 мл су құйып, жақсылап араластырып, ешқандай түйіршік қалмағанша жақсылап араластырып аласыздар.
Енді осы дайындап алған сұйықтығымызды осы тағамға қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне қазір көріп тұрғандарыңыздай араластырғанда сұйық суп сияқты болып тұр. Мына ұнды қосқаннан кейін біздің мынау тамағымыз қоюлана түседі. Әдемі дәм береді, сондай қою, әдемі болып шығады. Жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді менде гарнирге пюре дайындайтын боламын. Осында пюре өте дәмді болу үшін картошкаларыңызды аршып, осылай пісіріп аласыздар. Одан кейін сары май, сүт қосып, жақсылап езіп аласыздар. Сол кезде сіздердің пюрелеріңіз өте дәмді болады. Тамағымыз да пісіп дайын болды. Менде осы тамағымды пісіргенге 1 сағат 45 минуттай уақыт кетті. Еті әдемі жұп-жұмсақ болып пісу үшін осылай ұзақ уақыт пісіріңіздер. Міне ұнымызды қосқаннан кейін жаңағы суп сияқты болып тұрған тағамымыз кішкене қоюланып, өте әдемі тағам болып шығады және дәмі де керемет болады. Егер жасап көрмесеңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Сол себепті де осы менің енемнің рецептімен сіздер жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менің арнамда өте көптеген рецепттердің түрлері көп. Тәтті пирогтар, басқа да тағамдар өте көп. Сол себепті менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.